Қара Қытайға ашылған жол, қара көз қазаққа ашылмай тұр. Арғай жауап тақатыңыз, бұны көретін өкімет бар ма, жоқ па? Саламатсыз ба? Иә, шамыз осы күндерге мен қызылмен бояп қойған мынау деген пайду емес, чаду мен Ташуганың артық есігіне кіріп кетесіздер. Очередсіз ал очередпен 1000 сом, очередсіз 2000 сом. Мұнда Ташуган деп тұрғаны Қытайдағы Қазақстан консулдығы. Қазақстан консулдығының артқы есігіне кірсеңіз, ешқандай шересіз, нөмірсіз кірсеңіз, 2000 юан дейді. 2000 юан дегеніңіз 130 000 теңге. Ал нөмір алып, кезек алып берсе, ол 1000 юан дейді. Ол 65 000 теңге. Сол қаражатпен Қытайдағы қазақтар көшіп келе алмай жатыр. Көрдіңіздер ме? Көшем деген кісінің список тізімдігін мен бердім. 36 семья, 100 адамның тізімдігін бердім. Осындай кісілер көшіп келмекші, осының визасына көмектесіңдер десем, консулдық соған көмектеспей отыр. Ал бағанағы артқы есікпен виза алып беріп кісілерге. Тіпті визаның тарқатылған нөмірдің кейбір нөмірлерін жатырып қалып, солай жұмыс жасауда. Міне, сырттан бағанағы ақшамен визалық нөмір сатылды. Көрдіңіздер ме? Қазақстанның Үрімшідегі консулдығы осылай шеркесіп кетті. Бұны көрер өкімет бар ма? Жалғап тарқатыңыз. Өкіметтің құлағына жетсе екен.